Қазіргі уақытта агенттік қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын бұзылуын болғызбауға бағытталған іс-қимылды қадағалауды енгізу жөніндегі шараларды іске асыруда. Ол үшін әзірлеу, жарнама, ұсыну және мониторингті қоса алғанда өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде, оның ішінде қаржы өнімдерін басқару кезінде тұтынушылардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету үшін қаржы ұйымдарының жауапкершілігі заңнамалық деңгейде күшейтілді. Бұдан басқа, тұтынушыларды шешім қабылдау үшін маңызды қаржылық өнімдердің қасиеттері мен тәуекелдері туралы толық және стандартталған ақпараттандыруға қойылатын талаптар күшейтілді. Жаңа реттеудің маңызды құрамдас бөлігі қаржы ұйымының тұтынушылардың қаржылық сауаттылығын арттыру жөніндегі бастамаларды жүзеге асыру міндетті болып табылады. Осылайша, қаржы ұйымы өзінің бизнес моделінде тұтынушының мүдделерін қамтамасыз етуге міндетті, банктегі жеке тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі арнайы бөлімше жоғарыда көрсетілген талаптардың сақталуын бақылауды қамтамасыз ететін болады. Бөлімшенің функциялары: қызметкерлердің және уәкілетті агенттердің банк клиенттерінің құқықтары мен мүдделерін сақтау саясаты мен рәсімдерін сақтауын мониторингтеу, жеке тұлғалардың берешегін реттеу жөніндегі кредиттік шешімдер қабылдаудың ішкі тәртібін келісу, қаржы өнімдерінің талаптарын келісу кезінде тұтынушылар үшін тәуекелдерді талдау, банктың қаржы өнімдері бойынша жолданымдарға сандық және сапалық талдау жүргізу, банктың жыл сайынғы операциялық жоспарларды орындауын мониторингтеу және жеке тұлғалардың проблемалық қарыздарының деңгейін төмендету бойынша банк қабылдаған шаралардың тиімділігін бағалау, банк омбудсманы шешімдерін орындалуын мониторингтеу, басқарушылық есептілік ұсыну және уәкілетті органмен жедел өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.